Саламатсыз ба апай? Саламатсыз ба? Мені таныдыңыз ба? Жоқ, есіме түсіре алмадым. Мен сіздің оқушыңызбын ғой. Енді қаншама жылдар бойы қаншама шәкірттер тәрбиелеп келе жатыр. Апай, мен Бекман орынбасармын. Басқасы басқа. Сіздің есіңізде қатты қалған шығармын. Өйткені мен адам болған, сіз едіңіз. Жарайды, есіңізге түспесе, онда мен сізге бір оқиғаны айтып берейін. Al gayet sabahka dayanalamız. Nurum ne oldu? Апай бирөө саатын турап кетти. Koy, ұрлаганыңыз. Жанагы ошуртка коюп кеткен. Мүмкін бір жерге қойып өзің ұмытып кеткен боларсың. Жок. Шын айтамын, жанагы нерсеге коюп кеткен. Қане балалар, біреуің әзілдеп алған болсаңдар, орнына қайтып қойыңдар. Ендеше, барлығымыз сақтар ашамыз. Тез. Орныңызға отырамыз. Нұрым, оқушылардың ешқайсысында да жоқ. Есіңе түсірші, мүмкін өзің бір жерге қойып ұмытып кеткен боларсың. Жок, шын айтамын, жанагы нерсеге коюп кеткен едим. Мынау ма? Иә. Мұнда қойып ұмытып кеткен боларсың. Енді жоғалуға. Жарай ма? Жарайды. Келісіп пе? Ал, сабағымызды бастаймыз. Енді есіңізге түскен шығармын. Сол кезде жазалағанда жоқсыз. Бәлкім достарымның алдында ұялтқыңыз келмеген шығар. Бірақ жеке шығарып алып ұрысқанда жоқсыз. Тіпті ата-аналар жиналысында ата-анама да айтқан жоқсыз. Осыншалықты рақымшылық танытуыңыздың себебі неде? Тіпті қанша жыл өтіп кетсе де есіңізге түсіріп отырсам да, сол бір айыбымды есіме түспеді деп, сол бір айыбымды іштей бөгіп отырсыз. Бірақ білесіз бе? Сол бір оқиғадан кейін мен қатты өзгердім. Ешкімнің мүлкіне қол соққан жоқпын. Маған үлкен өнеге болдыңыз. Білесің бе, сен айтқан оқиға есіме түскенімен, сол сағатты сен алғаныңды мен білмейді. Қалайша? Сол сағатты менің қалтамнан сіз тауып алдыңыз ғой.
Бірақ мен де ол кезде барлық оқушының қалтасын көзімді жұмып тұрып қарағам. Қазірдің өзінде сол ұстанымнан айнымаған адамды осылай да тәрбиелеуге болады екен ау. Дананың даналығы деген осы шығар.